Дұрыссаң, бәрде айтылып жатқан әңгіменің бағыты сол жемқорлықты азайту. Ең бірінші жемқорлықты сол құқық қорғау органдары өздерінен бастау керек деп мен есептеймін. Бірінші өздерің тазалап алыңдар, өздерің дұрыс жұмыс жасаңдар, өздерің сол параға итермелемеңдер, сол кезде бәрі нормально болады. Бұл бір. Екіншіден, менің сұрағым. Еуропалық стандарт дейсіз де, Еуропалық стандарт деп біз ЛГБТ-ні құтыртып қойдық Қазақстанда. Doing бизнес деп құрылыстың бәрін самотекке жібердік. Енді келіп, Еуропалық стандарт параға уәде берсе, соны апарып кіргізуіміз керек, сосын барып ұстауымыз керек дейсіздер. Сіздер жалпы осы Еуропалық стандартпен модельдерді енгізерде, осы Қазақстанның жалпы өзіміздің халықтың мәдениетін, әдет ғұрпын, салт дәстүрін зерттедіңіздер ме? Біздің вообще психологиямызды, біз унитарлық мемлекет болғанмен ерекшеліктер бар ғой, әр өңірдің, оңтүстік пен солтүстіктің, шығыс пен батыстың деген сияқты. Сіздер тек калька алып келіп, ана модельді, осы норманы қалайда кіргізуіміз керек, бізге еуропалық институттар бізге соны талап етіп жатыр деп кіргізе салу болмайды деп мен есептеймін. Бәрі зерттеп алу керек қой. Сол зерттелді ме, әлде тек сіздер тек ана айтқан институттардың халықаралық нормаларын әкеліп отырғыза салдыңыздар ма? Соған жауап беріңізші. Жаңағы өзіміздің құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне байланысты толығымен келісем. Тек таза қызметкерлер жұмыс жасау керек, арнайы подразделение, арнайы басқармалар бар, сонымен айналысатын. Қандай мәлімет шықса да өздерінен шықсын, бізге мәлімет берсеңіз, біз оны міндетті түрде тексеретін боламыз. Басқа да органдарда солай шығар. Бізге бермесеңіз, енді как раз нормаға сәйкес қақтығысы болса, басқа органдарға беруге болады. Олар айналыссын біздің қызметкерлермен. Оның толығымен келісемін. Екіншіден, doing business басқасы бар, енді салт дәстүр басқа. Салт дәстүрді әрқашанда мен де оны түсінетін болам. Біз де оны құрметтейміз. Біз де осы азаматымыз осы елдің. Барлық облыстардың да қандай салт дәстүрі бар, оны да түсінеміз. Сондықтан doing business басқасы бар, ол жаңағы бизнес стандарттар. Ол бізге ешқандай қатысы жоқ. Жаңағы біз айтып отқанымыз жемқорлық стандарттары дейміз. Сондықтан осы нормалар жаңа, сондықтан көп сұрақтар туы мүмкін. Бірақ ең басты мәселе, қаншама қазір сұрақ қойылып жатыр, барлық жемқорлықпен байланысты. Сондықтан біз өзімізден бастау керек. Өзімізден бастамасақ,